Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай және тез дайындалатын, дәмі тіл үйіретін балмұздақ әзірлейміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге банан, киви және де құлпынай қажет болады. Банан мен кивиді қабығынан тазалап, құлпынайды жақсылап жуып кептіріп аламыз. Оларды орташа бөліктерге бөліп, контейнерге немесе целлофан қапшыққа салып, мұздатқышта қатырып аламыз. Қатырылған кивиді, бананның тең жарты бөлігін блендерге салып, үстінен 3 ас қасық қойытылған сүтті, яғни сгущенканы құйып, лимон шырынын қосамыз. Енді жақсылап блендерлейміз. Біздің киви банан балмұздағымыз дайын болды. Енді банан мен құлпынай балмұздағын әзірлейміз. Блендерге бананның қалған бөлігін және құлпынайды саламыз. Үстіне 3 ас қасық сгущенканы және лимон шырынын қосып, жақсылап блендерлейтін боламыз. Біздің балмұздақтарымыз дайын болды. Ыдыстарға салып әсемдеп, ұсына береміз. Ас болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.